Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен үштакове дизайн платформасымен бөліспекшімін. Платформаның басты беті осы күйде ашылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде міне түрлі блокноттар, кітапшалар, міне коробканың сыртқы беттерін безендіру үлгілері көрсетіліп тұр. Шоколадный шаблон шоколадкий дейді. Ашып көреміз, қазір не көрсетеді екен ішінде. Не? Торцовый час, лицевой час, және верхний час дейтін. Барлық қырында көрсетіліп тұр екен. Енді бұл жерден өзіміз мысалы барлық өлшемінде таңдап салуымызға болады. Қандай өлшемде, қандай нелерді саламын, суреттерді мысалға таңдаймын. Мен алдына дайындап қойған емес, сондықтан да добавить фигура дейді, прямоугольник, круг дейді, әртүрлі қалып мысалға. Түрлі ескінде салып шығуымызға болады. Енді біздің қазіргі бұдан басқа бізде не нәрселер бар? Кітапшалардың сырттары, шаблондары, барлық кескіндерін қарап үшін таңдап алуымызға болады. Кітапшалар ашық бетінде байқап тұрсаңыздар. Осылардың барлығы кез келген мысалға өзіме ұнаған жасап шығуымызға болады. Енді кез келген жасап көрсетемін қазір. Мысалға шаблон квадратный үшті книга дейді. Жасап көрейік. Мына лицевой час, яғни беті, мынау торцовый час дейді. Қазір бұны көреміз, қаяғына орналастыратын. Торцовый час енді кітаптар жанына орналастыру мүмкін. Қазір жасап көретін боламыз. Мен кез келген бір сурет таңдай саламын үстіне, сосын торцовый часқа да бір сурет таңдай саламын. Енді бұл жанына жіберетін болса, бұл жерге бір басқалай бір не салсақ болады, кітаптың жаны болып көрініп тұратын жерге. Мен енді қазір нені сала берем. Мына екі салған суретіміздің фигурасының бір болғаны дұрыс. Біреу книжный болып, біреу огромный болса, қабылдамай мүмкін. Күту, ондай қатты ұзақ уақыт күтпейді, но бірақ тез де болмайды. Сондықтан да тіркелмейміз ешқандай да, тек бірден жасап көруімізге болады. Міне, мұқаба шықты кітаптың, сыртқы мұқабаға орналастырды. Жаңағы менің торцовый часқа салған суретімді міне жанына орналастырып тұр. Байқадыңыздар ма? Осындай қылып маған кітапша жасап, кітаптың мұқабасын жасап берді. Енді біз бұны қалай көшіріп аламыз? Біздегі түймелердің негізгі қайтады оригинал дейді. Сосын оң жағын басып, сохранить етіп алуымызға болады. Сохранить етсем, сақталады. Мен қазір жидің ішіне жіберемін. Кетті. Сақталды. Мұқабаның сыртқы беті есебінде жасап шықты. Осындай қылып, мына жерден түрлі брошюркалардың сырттарын, шоколадтың сырттарын, визиткілер бәрін жасап шығуға болады, яғни безендіріп алу мүмкіндіктер беріп тұр. Мына жерде шаблон визитка дейді мысалға. Бұл жерде байқап тұрсам, міне лицевой час, торцовый час, верхний час деген бар екен. Бұл жерге біз үш мәліметтер салып алуымыз керек, жаңағыдай қылып. Сосын барып арман қарай создать батырмасын басамыз. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.